Жақсы балалар, бүгінгі үй тапсырмасын пысықтау мақсатында теріс орындық деген ойын ойнаймыз. Ол үшін қазір бір оқушы шығып, орындыққа отырады. Тақтада берілген суреттер бойынша басқа оқушылар тақтаның алдында отырған, теріс қарап отырған оқушыға не қояды? Сұрақ қоямыз, дұрыс айтасыңыз, иә. Үй тапсырмасы бойынша сұрақ қоямыз, берілген суреттер бойынша соған оқушы, тақтаның алдында отырған оқушы не істеу керек? Жауап беру керек. Ал жақсы, кім шығады тақтаның алдына, кәне? Кім шығады? Ал жақсы, келе ғой кім? Нұрсая келе ғой, жақсы кел. Нұрсая келе ғой. Тұра ғой. Жақсы. Енді тақтадағы берілген суреттер бойынша, бірінші сурет бойынша сұрақ қоямыз. Кім сұрақ қойғысы келіп отыр? Ал Нұршаш қоя ғой сұрақты. Болат не істеді? Не жинады? Болат қарақат терді. Сұрақ қойған Нұршаш отырады. Енді Нұршашқа сұрақ қоямыз. Келесі екінші сурет бойынша. Я, Айнамкөз қоя ғой. Екінші сурет бойынша сұрақ қоямыз. Болат жәшікті қай жерге жасырды? Шөптің арасына. Қайда жасырды? Шөптің арасына. Шөптің арасына жасырды деді. Келісеміз бе балалар, дұрыс па? Иә. Айнамкөз отыра ғой, иә. Айнамкөзге жақсы Аслай қоя ғой сұрақ. Болат өзенге шомылды ма? Иә. Аслай өзің отыра ғой енді. Келесі Аслайға сұрақ қоямыз, төртінші. Ибрахим қоя